Сәлеметсіздерме? 77-ші есебімізде теңдеуді шешіңдер дейді. Бірінші есебімізде x квадрат азайтылған 5x тең болады 0-ге дейді. Енді не істейміз? X-ті біз жақшаның сыртына шығара аламыз, иә? Сол кезде x азайтылған 5 болады тең 0-ға. Енді x-іміз x1 деп алайын, 0-ге тең болады. x2 деп алайын, яғни 5-ке тең болады. Келесі екінші есебімізде, немесе мына жерде түсіндіретін болсам, жақшаның үшін бөлік орындап алдым. Яғни x азайту 5 тең 0 деп алып шығарсаңыздар болады. X-ім сонда тең болады 5-ке. Келесі екінші есебімізде y квадрат қосылған 6y тең 0. Яғни бірінші есебімізбен ұқсас, y-ті біз жақшаның сыртына шығара аламыз. Сонда y қосылған 6 тең болады 0-ге. Y-іміз ол 0-ге тең екені белгілі. Енді екіншісі, яғни бұл y 0-ге тең. Бұл y 0-ге тең. Екіншісі y қосылған 6 тең болады 0-ге. Сонда y-іміз тең болады -6-ға. Яғни екі жауап шығып тұр. 0 және -6 деген, -6. -6-ны y2 деп қойын, 0-ді y1 деп қойын. Сіздерге түсінікті болу үшін. Келесі үшінші есебімізде y квадрат қосылған 0,1 y тең болады 0-ге. Онда y-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Y қосылған 0,1 тең 0. Y-іміз 0-ге тең болады. y1 деп қойын, y2 деп қойын. Минус болады 0,1. Бірден жауабын жасалдым. Келесі үшінші есебімізді шығардық. Төртінші есебімізді үшті мына жерге қойып қойын, егерде жазатын болсаңыздар. Төртінші есебімізде x квадрат қосылған 2,5 x тең 0-ге. Яғни x жақшаның сыртына шығарып жібереміз. x қосылған 2,5 тең болады 0-ге. Сонда x-іміз 0 болады. X қосылған 2,5 тең 0 болады. X-іміз тең болады. Минус болады 2,5-ге. Екі жауап шығады. Яғни 0 және -2,5 деген. Келесі төртінші есеп. Бесінші есебімізде 2x квадрат азайтылған 3x қосылған 0. Енді мына жерде x-ті жақшаның сыртына шығара аламыз. Жаңағы сияқты жақшаның ішінде 2 қалады және x қалады. Азайтылған 3 болды тең 0-ге. X-іміз тең болады 0-ге. 2x азайтылған 3 тең болады 0-ге. 2x дейміз тең 3 дейміз. Енді x-ті тауы үшін x тең болады 3-ті бөлеміз 2-ге. Яғни 3-ті 2-ге осылай жасаңыздар да болады, немесе 3 бөлу 2 деп жасаңыздар болады, иә? X-іміз тең болады 3-ті 2-ге бөлсек 1,5. Сонда екі жауап шығады, яғни 0 деген жауап бар, және де 1,5 деген жауап бар. Келесі 6-шы есебімізде соңғы есеп, 7-8 бар екен. 6-шы есебімізде 6x квадрат азайтылған 0,5x қосылып тең 0. Енді мына жерде x-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. 6x болады, азайтылған 0,5 тең 0 болады. X-іміз 0-ге. Енді 6x азайтылған 0,5 тең 0-ге болады. X тең болады 0,5 бөлінген 6. Енді қараңыздар, 0,5-іміз 10-нан 5, яғни 1 бөлу 2-ге тең болады. Демек, біз не істесек болады? X-іміз тең болады 1 бөлінген 2 көбейтілген 6 болады. Яғни бөлу ғой мына жерде, алым бөлім ауысатта x-іміз тең болады 1 бөлінген, енді көбейту болып орындар ауысып, алымы мен бөлім орындар ауысса 2-ні 6-ға көбейтеміз, яғни 1 бөлінген 12. Сонда екі жауабы 0 және 1 бөлінген 12 деген жауап шығады екен 6-шы есебімізде.
Жетінші есебімізде 7х азайтылған 0,2 x-тің квадраты тең болады 0-ге. Мына жерде x-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда 7 азайтылған 0,2 x қалады тең 0-ге. X-іміз тең болады 0-ге. 7 азайтылған 0,2 x тең болады 0-ге. Енді минус болады 0,2 x. Мына жерде тең минус 7 деп қояқ. Енді x тау үшін x-іміз тең болады. Минус 7-ні біз бөлеміз 0,2-міз. Яғни 0,2 ол 10-нан 2-ге тең. 2-ге бөлсек 1 бөлінген 5 деген сөз. Бөлінген 1 бөлінген 5. Екеуі де жаңа минус қой. Минусым қазір x-іміз тең болады. Екеуінің алым бөлімі ауысатта 5-ті 7-ге көбейтеміз. Сонда 5 жетім 35 болады. 35. Сонда x-імізде 2 жауап бар. Яғни 0 және 35 деген. Жетінші есебіміз. Келесі 8-ші есебімізде 1 бөлінген 4 x квадрат қосылған x тең 0-ге. Енді мына жерде тағы да x-ті шығарып жіберейік. Сонда 1 бөлінген 4 x қалады қосылған. Мына жерде 1 қалады. Тең 0. Енді x-іміз 0-ге тең белгілі. Енді 1 бөлінген 4 x тең болады минус 1-ге. Енді x-імізді табатын болсақ, x тең болады минус 1-ге бөлеміз 1 бөлінген 4-ті. Бөлшектің алым бөлімі ауысатта минус 4 болады. Сонда 2 жауап 0 және минус 4. Яғни мына жерде түсінетін шығарсыздар, алым бөлімі ауысат бөлшек деп. Минус 1 көбейту болады 4 бөлінген 1. Енді 1-ге 4-ті көбейтеміз, сонда минус пен плюсті көбейтілгенде минустан шығады минус 4. Осымен есебіміз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.